достар, бүгін сіздермен апельсиновый мохитоны дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз апельсинімізді графинге салып аламыз және 2-3 штук лимон қосатын боламыз. Бұның үстінен миятамызды қосып жібереміз. Лайм болса, лаймды да қоссаңыз болады. Бір араластырып алып, үстінен сиропымызды қосамыз. 4-5 қасық қосыңыз болады. Немесе одан көп дәміне қарай, тәттілігіне қарай сиропымызды қосамыз. Барбадос деген менде апельсиновый сироп. Үстінен газдалған сарыағаш суымызды құятын боламыз және жақсылап араластырып, үстіне мұз қосып ішсеңіз болады. Әлі осылай жасап баклажкаларға құйып, сатылымға шығарсаңыз да болады. Дәмі өте керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. 3 қана заттан тұратын мохитомыз дайын болды.